Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 26 сантиметрге, ал табаны 20 сантиметрге тең. Табанына, қате кетіп қапты, табаны жүргізілген биіктікті табыңыз дейді. Ең біріншіден тең бүйірлі үшбұрыш деп қандай үшбұрышты айтамыз? Екі бүйір қабырғасы тең үшбұрышты айтамыз. Яғни ABC үшбұрышы берілсін, екі бүйір қабырғасы деген мына AB мен BC. Яғни AB 26 болса, значит BC тоже 26. Мына жерге жазып қойайық. AB тең BC. Табаны бізде 20 сантиметр. Енді табаны жүргізген биіктікті тап дейді. Яғни мынау табаны биіктік жүргіземіз. BH деп қойық, иә. Енді тең бүйірлі үшбұрышта осындай қасиеті бар. Мынау төбесінен табанына жүргізілген мынау биіктігі, оның бисектрисасы әрі медианасы болып табылады. Яғни мынау биіктік, ол және тағы не болып табылады бізде? Медиана болып табылады. Медиананың қасиеті қандай еді? Ол мынау қабырғаны қағып бөледі. Яғни мынау 10, мынау 10 болады. Болды, енді не көріп тұрмыз? Біз ABH үшбұрышын алатын болсақ, немесе BHC үшбұрышын алатын болсақ, олар тік бұрышты үшбұрыш. BH не болып тұр? Катеті болып тұр, иә? Сонда BH-ты табу үшін біз мынау гипотенузаның квадратынан, AB-ның квадратынан азайтамыз мынау екінші катеттің квадратын, AH-тың квадратын. Болды, орнына қоя қояқ, не болады сонда? AB-ның квадраты 26-ның квадраты, азайтылған AH-тың квадраты 10-ның квадраты. Есептейміз, 26-ның квадраты 676, азайту 10-ның квадраты 100. Сонда бізде не болады? Түбірасында 576, ал бізде не болып шығады? Түбірден 24 болып шығады екен. Міне осылай, осымен есеп шығарылды.